Сәлем достар, сәлем сендермен. Бүгін Ерко Кигач каналы. Бүгін біз сендермен бірге Clash of Clans ойын боламыз. Арнайы көрермендердің сұрауымен. Бүгін біз қалай десек болады? Бүгін не істейміз? Clash of Clans'тан тағы не істейміз? Енді түрлі әңгімелер айтамыз. Бүгін Clash of Clans түрлі факттар және түрлі жаңалықтар көретін боламыз. Так, біздің клан неге дәл осындай. Кланға келіңдер. 14 игрок бар. Енді жаңалықтарға тікелей көрсек пе деп ойлаймын. Кеттік. Достар, біз қазір Clash of Clans'тың группа кіреміз. Яғни мінекей кірдік. Яғни дәл осындай группаға тіркеліп кетіңдер. Clash of Clans Қазақстан ссылкасын комментарияға қалдырып кетемін. Так, дәл осындай жақында қыстық обновка болуы мүмкін. Сондықтан күтіңдер. Яғни түрлі заттар бар. Мында қызық кетесің, күнде кіріп отырамын дәл осы затқа. Мінекей түрлі баг сияқты екі лавалар бар. Қойылмайтын бірдеңелер, түрлі фигнялар бар. Дәл осындай Clash of Clans'тан ссылкасын тағы да комментария қалдырып кетемін. Менің өзім тіркеліңдер ВКонтактеме, бірақ екі страница бар, баяғысын бір взломать етіп алды. Ал мұны екіншісі өзімнің ойдан ашқан. Енді ана ВКонтактеде біреулер взломать етіп алды деймін, достарым ба, либо кім екенін білмеймін. Сондықтан қалай десем болады? Так, тағы не бар? Тағы да бір группалар бар екен. Адам жоқ. Енді Роялға кіріп көрсек, Роялға не жаңалық? Мен сіздерге Роял кланды әлі таныстырайын. Яғни кіріп жатырмын. Так, давай. Сообщение толып келе жатыр. Яғни дәл осындай. Тезірек сундукты ашып тастайық. 44, 7 пушка, 1. Так. Енді прожировать. Надо прожировать. Біздің кланға келіңдер. Келгілерің келсе, мен ВКонтактен личкеге шығыңдар. Онда просто кланда адам толып қалды. И орыстардың біреулері шығарып жіберем. Неге керемет клан. Так, мұнда не көтереміз? Жоқ, көтермейміз. Мен нан күтіп жүрмін. Яғни 8 сағаттан кейін осында бір фигнялар шығады. Бір мынандай, қалай десем болады, эпический дейді. Дәл осындай пекка, сосын мұнда не бар еді? Маған шыққаны осы ме еді? Жоқ, редко емес. Мынау шықты, сосын эпический. Яғни сондай бір фигнялар болып жатыр мұнда. Маған бір легендарка бар менде. Кладбище бар бірінші уровеньде. Кладбищеге әлі шыққан жоқ. Так, 17 күннен кейін ашылып қалуы мүмкін. Яғни дәл осы жерден сатып аламыз. Так, мен не көтерсем болады? Нанма деген сияқты. 3602 золото. Енді мен жақында дәл өзім турнир создавать еттім. Қалай десем болады? Сонда бір достажение толтыру үшін создавать етіп алдым, 100 кристалл сосын. Мен істеймін, ана деп жүрген кезде қайтадан закончен дейді, маған дәл сол кристаллды қайтып берді. Просто ойнауға жақсы. Бірақ оны қайталай бермеңіздер, түсіп қалмауы мүмкін. Мен император. Енді менің атакаларыма келсек, жап-жаңа 2 рет ойнап ұтылып қалдым. Енді бұның алдында көрейік. Мынау өте бір қызықты ойын десек те болады.
кішкене мындай фигня не істеп қалды. Уақыт аз қалып бір шар анау мынау жіберіп бірдеңе зорға тұрдық. Yani басша әрине қызықсыз болмайды, бірақ мен үшін бәрі қызық болды. Осы жерді қадалдым ғой, не істерімді білмедім. Ақыры алдым, сосын қайтадан алдым. Неке көріп тұрғандарыңдай. Дәл осындай бір қызықты ойын болды. Екі қойық. Мінекей. Дәл осындай болды. Не істерімді білмедім. Сосын асығып тұрды. Не істерімді білмей тұрдым. Қиын болып кетті вообще. Сондықтан кішкене күттім. Мынаған 250 алыпты. Яғни шанс болды, кәдімгідей болды. Яғни осындай бір ракетаның бір арқасы соның ұтылатын жерден ұтып кетуіне көмек береді. Яғни бұндай тактикаларды көшіріп алуларыңыз болады. Менің профиліме кіріп, мынау деген сияқты копировать етіп аласыздар. Яғни мынауды 3 сағат бұрынға такам. Навидте жасаған. Осылай басталады. Рископтен. Көрдіңіздер, дым несі қалған жоқ. Мартеринга кішкене қалды. Ал кішкене оңайырақ жеңілдеу болды. Бірақ ол да менікі 1 жұлдыз қалды. Ол да бірақ ақыры менде көрінеріне мен 2 жұлдыз алып кеттім. Бұдан айламды асырып кетсем болады. Дәл осылай азайтсам, өйткені мынау андай аталмайтын зат жіберді. В общем, дәл осылай оны басын айналдырып жібердім десем болады. Яғни тағы да айта кетейін, сіздерге тактикамды көрсетіп жіберген. 10 секунд берем, қайталап алуларыңызға болады. Так. Немесе бір жақсысын любой бір адамға кіресіз да, бұның бір затын мынандай жерде бір осылай болып тұрады. Маған кірген кезде, сол кезде мынандай жерінде бір копированный бірдеңе тұрады. Соны алсаңыз, өзіңізде бар нәрселер осы жерге дәл болады. Сосын 3 колода болады. Соның біреуіне салатын болады. Ендеше кланға келіңдер, видеоға лайк басыңдар, комментарияға өздеріңнің ұнаған заттарын жазыңдар. Егер турнир ашайын ба, әлде ашпайын ба деген бір сұрақ келіп тұр сіздерден, комментарияға жазыңыздар. Кімдердікі осы 10 күннің ішінде кімдердің комментариясы көп болады, яғни ашпа деген секілді. Ендеше сау болыңдар достар.